Инстаграмыңызға кіресіз осылай, иә. Сол кезде төменгі жақты қарасаңыз, үйдің суреті тұр, лупаның суреті тұр, иә, соң рейлстің суреті тұр, сумканың суреті тұр. Одан кейін сіздің өзіңіздің аватаркаңыздың домалағы тұрады. Ішінде сіздің суретіңіз болуы мүмкін, немесе пустой домалақ қана тұруы мүмкін. Соны басасыз, оң жақта, ең төменгі жақтағы домалақты. Сол кезде мына осылай сіздің неңіз шығады, инстаграмыңыз, аккаунтыңыз, иә. Осыны саусағыңызды аласыз, жоғары қарай көтерілесіз. Сол кезде редактировать профиль деген сөз шығады. Қараңыздаршы, редактировать профиль деген сөзді тауып аласыз. Соны басасыз. Осының ішіне кірген кезде осылай сөз шығады. Содан кейін тағы да саусағыңызды алады, жоғары көтерілесіз. Настройка личной информации деген ең төменгі жақты қарасаңыз, сондай сөз тұр. Соны бассаңыз, соның ішінде сіздің электрондық адресіңіз тұрады. Электрон адрес деп жазылып тұр. Соны бір дәптерге жазып аласыз да, бізге фотоға түсіріп жібересіз, немесе сразу WhatsApp-қа жазсаңыздар болады.